Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Көкбұлақ арнасының көрермендері. Бүгін мамыр айының 31-і. Кешкі уақыт, күн әлі батқан жоқ. Тақырыптан көріп тұрғанымыздай, бүгін қоймен түнекке шығып жатырық, қойды түнетіп жатырық. Соларды сізге көрсетейін деп. Оған дейін өткенде мен бір алдыңғы видеоларда жылқыны түсіріп Құнажын Байтал деген әңгімелер айтылды. Сол тайынан шығып Құнажын Байталдар туылды деп. Сол ерді сізге көрсетіп жіберейінші деп, көрсетем деп уәде беріп қойғанмын сол кезде. Міне сол ер, мынау былтыр айырылған қысырақ өңкей тай байталдар. Биыл Құнажын Байтал шықты. Соның 7-еуі құлындады. Париж деген үйір, айғырдың аты Париж, жирен төбелі айғыр. Мына су ішіп жатыр, қазір анықтап түсірем. Неге Париж? Өйткені бұл айғырдың әкесінің аты Париж. Кезінде шапқан, бәйге қосылған айғыр. Артынан аяқ етіп біздер үйірге салдық. Біз үйірге салғаннан кейін де төгілесіп аяғын сындырып, сонымен сойып тастадық. Сол 2-3 ай үйірде жүрді. Содан бір 4-5 құлын шықты. Айғыр сол 4-5 құлынның бірі ғой. Айғыр былай сүйегі кішкентайлау айғыр. Кішкентай болғанмен үйірге өте мықты. Өте мықты айғыр үйірге. Жылқылардың күйлері осындай. Бұйырса осының ішінде 7 қолының 7-еуінде осы шілдеге жақындап барып, оған дейін шыдаса айырып тастаймыз. Айырып тастаймыз. Құлындап тұрған байталдардың күйлері өте жұқа. Bir жағынан бұл құнандар тісеу. Жылқы білесіздер, құнанында тісейді. Қазір тісеу атқан уақыты. Кейбіреулер енді тісейді. Астауда су тосып қойды, су жіберейін. Осындай өткендегі жылқы тайында айғырдан шығып, құнанды құлындайды дегеніне осы байталдар. Не көріп тұрғаныңыздай. Қазір осыны жүріп тастайын. Осылай шыбындап тұрады, таңертең күн шығар шықпастан осылай еріліп домаланып тұрады, кешке дейін тұрады. Жаңа жолшыбай көріп қалып бері қарата суға қозғап жүрген, содан келді. Айғыр міне мына жирен төбелі айғыр тұрған. Бұл мінілмеген асау айғыр осындай. Париж деген айғыр. Жылқылар су ішіп болғасын, астаудың басынан қозғап жіберу керек. Өйткені басқа үйлер келіп су ішеді. Құлындар шатысады, айғырлар төгіліседі. Ол болмайды. Оның алдында 25 байтал қазір. 25 байтал. Бұйырса аманшылық болса, ауыр үйір болады. Түнекке де келдік. Күн әдемі болып тұр. Қоңыр салқын. Жел бар шамалы. Сағат 20:55. Күн әлі батқан жоқ. Вагон міне мотоциклмен жүрік. Қасында мирас бар. Қой дегенмен осылай бүгін бірінші күн жатып атқан түнекке. Осылай далада бос жатады жайдақ. Далада емін еркін, көбір жоқ, таза ауа.
Мына жалпы вагонды бұйырса 15 күнде 20 күнде орын ауыстырып тұрамыз, аударып. Мына жер шаңытып келеді, борбылдақ қой мына жерлер. Шаңытып келеді, күбір болып бастайды, сосын ауыстырып жібереміз басқа жерге. Басқа жерге көшкенде бір осы жерден бір 200-300 метрге таза жерге ауыстырып қоя қоямыз ғой, трактормен сүйреп. Енді сіздерге осы түнектің пайдасы мен зиянын айтып жіберейін. Пайдасы, біріншіден мал сейіміз болады, еркіне жайылады. Таңертең 4:30-5-терде өріп кетеді ерте. Салқынмен жайылады таңертеңгі. Сосын ашығып шыққан күндер, мысалы қораға қамалып қалатын кездер болады ғой. Сондай күн түнгі 11-ге дейін жайылады. Ай жарық кезде де жайыла береді түнде. Бірақ азды күндер көп ай жарықта жайылмайды. Күзді күні көктемде болмаса. Сосын екінші пайдасы адамға бағуына оңай болады. Мына қазір осы жерден таңертең ерте өреді ғой. Таңертең ерте өргеннен кейін қаптап жайлап суға барады, қаптап. Содан 11-лерде суға барады. 3-ке дейін, 4-ке дейін жатады судың басында. Содан қайттан бері қарата өреді де өз жерге келеді ғой, жайлап. Сәл былай қарата ұзайды, ана бір жерге бір шақырымдай жерге. Сосын өздері кейін қарай қайтады. Адамның қайтаруының қажеті жоқ. Мына вагонды қара тартып, осыған үйреніп оған. Бұл вагонмен түнетіп жүргенімізге де бір 20 жылдай болған шығар. 20 жыл болған вагон бізге келгенде еске өлі қолданылған. Сондай адамға тыныш, қойшаға қойып аққан адамға. Сосын тағы бір пайдасы, жаңағы түнектен көп құрттамайтын сияқты меніңше. Себебі өріс таза жер болғаннан кейін, таза жерде жатқаннан кейін кене болмайды, ол кене бол құрттататын. Кенеден болмайды. Сондай пайдасы бар. Енді зиян туралы айтатын болсақ, ешқандай түнектің зиянын көріп тұрған жоқпын. Бұда ешқандай зияны жоқ. Пайдасы болмаса. Зияны деп айтуға болады. Мына түнеткен мал асау болады. Қораға кірмей, секіріп, қашып, үркек болады. Сондай болып кететін болмаса, ойын семіргесін. Қай малда семіз болса сөйтеді ғой. Осында ауылдан түнек қазір 4,5 шақырым жердеміз. 5 шақырымдай жер. 5 шақырымдай жер болады. Негізі бұрынғы бізге дейінгі мал түнеткен адамдар бар ғой, кісілер бұрынғы мал баққан. Бұнан мен түнек десем, маған күледі, бұл түнек емес қой деп. Олар түнектеп кешке қойды бағып бар жатқан жеріне, қой қай жерге жатады, сол жерге түнете береді екен атпен жүріп. Аттың көпшігін жастық қылады, ерін жастық қылады, ер тоқымын астына төсейді, соның үстіне жата береді екен. Сосын жаңа бір ешкіні қолына байлап жатады екен. Қой өрген кезде ешкі қолдан тартып, адамды оятып тұрғызады дейді. Бұрынғылар солай баққан екен. Біздікі мына түнек емес қой дейді. Бірақ осыған да шүкір енді. Біздер өйтіп түнете алмаймыз. Қолымыздан келмейді өйтіп жүруге. Түнде негізінде тұрып малды қарақ қою керек. Бірақ мен тек бірінші, екінші күні оятқышқа қоямын телефонды. Сөйтіп қараймын. Одан кейін қой үйренгеннен кейін бірінші, екінші күні ауылға қарай не істеп қайтып сөйтеді, жаңада қайтар жібердік бері қарата. Одан кейін үйреніп кетеді бір-екі күннен кейін. Одан кейін мен де қарамай бастаймын, қойды. Қой өзімен өзі жата береді. Түнде оянбайсың. Енді бір қатты үркіп атса оянасың ғой. Жалпы бұл жерде қазір ит құс жоқтың есебі. Биыл қораға да ештеңе түскен жоқ. Бұрындар шакал түсетін еді қораға. Бірақ мына түнекке келмейді, мына таудан алыс қазір. Біздің құдықтан 6-7 шақырымдай жер ғой. Қатты алыс емес, бірақ осы дөң болғасын бұл жерге көп келмейді. Шакал, қарсақтар көп келмейді. Осындай. Күн бізде ысып кетті, бүгін нағыз жаз басталды. Кеше бүгін
35 градустай болып тұр деймін қазір. Жылқылар деген күнде суға келіп тұр. Таңертең ішкен кешке тағы ішіп бақтырылып солай ішіп жатыр. Қазір вагонның үстінде тұрмын. Қойлар осылай қоршап жатады вагонда. Болмаса бір жағында. Бүгін енді түнге дейін жайлады сияқты, бірінші рет шығып жатыр ғой. Күндіз шығын шіркей жайла алмайды. Осындай. Алдыңғы видеода бір көрермен сізде Маңғыстауда қойлардың бағалары қанша деп сұраған болатын. Сол кісіге айтып жіберейін бағаларын. Қозылардан бастайын. Бірінші қозылардың бағалары бізде өзіміздің сатқан бағамен айтайын. Қыста туған қозыларды сонау сәуір айында сатқанда 70, 60, 65 сол бағадан кетті. Олар өте жемделген қозылар ғой, өте ауыр ірі қозылар болды. Ал одан кейінгі қозыларды аяқтай сатып атқан жоқпыз, мына қазіргі көктемде туылған қозыларды. Оларды сойдырып жатырық етке. 3200 теңгеден салмағына қарай шығып тұр. 20 кило шыққандары 64 мың болады. 15 кило шыққандары 3200-ге, 3200-ге көбейтесіз. Сондай. Жалпы ең төменгісі сол 40 мың теңгеден жоғары қарай шығып тұр. Сосын біз сойдырғанда көбінесе мына егіздің сыңарлары, кәрі қойдың қосы сондайларды айырдық. Айырып тастадық. Сондайлар сатылған көбінесе. Ал қойлардың бағасына келетін болсақ, бойдақтар 70-80 мың теңгеден біздердікі да сондай баға кетіп отыр. Ал ана саулықтар 70-80-90-ға дейін кетеді саулық қойлар. Ісек қойлар, еркек қой дейміз, ісек қой дейміз, 3 жасар, 2 жасар, 4 жасар еркек қойлар, олар 100 мың теңгеден жоғары қарата. Сондай бағалары. Ешкілер 30 мыңнан жоғары қарата кетеді. 30, 40, 50 мыңға дейін барады ғой. Серке сатқан жоқпыз әзірге. Лақтардың бағасы 12-13 мың, сол жаба 10 мың. Лақтар кілең егіздің сыңарлары сатқанымыз, бір сыңарларын айырдық. Сондай. Сосын ешкінің жүні, жүндерінде айтып кетейін, күзейтін малдың қырқылып болып жатқан уақыты ғой. Ешкінің қылын 2300 теңгеден алды, қойдың жүнін 30 теңгеден алды. Түйенің жүні түйенікі 500 теңге сияқты. Түйенікі 500 теңгеден. Мынау шабан қой. Бүгін қозысын базарға тапсырдық. Тапсырған себебіміз қойдан қалып қоя береді. Кеше алдыңғыны далада түнек болып, келесі күні көрші ауылдың қойына қосылып, бүгін таңертең алып келгенбіз. Мына қоз кетті базарға. Сол үшін көрініп жүрсін деп мойнына пакет байлап қойдық. Әйтпесе қалып қоя береді қойдан бөлініп. Өте шабан болғанда да. Мынау осы қараған жеріңізге дейінгі келесі күні. Бүгін маусымның 1-і, жаздың алғашқы күні. Қой түнектен таңертең 5 теңгеге өріп кетті. Артын бір қарап жібердік, сол өрісте жайылып жатыр қазір. Ауылға келіп түйе саудық. Түйені құдыққа жатыр. Қазір суын ішіп алып өрістеріне кетеді бұйырса, содан кешке қайтады ауылға. Тайлақты түйелерді әлі жіберген жоқпыз, сау отырық. Бұйырса бір енді 2-3 күннен қалдырмай жібереміз. Бүгін ертең мойындарына атақтарына жіптерін дайындаймыз. Сосын ноқталарын сыпырып өріске жібереміз оларды да бұйырса. Мына қазір ботал түйе мен тайлақты түйе араласып кетір. Тайлақты түйені жібермесе, ботал түйені ауылға келтірмей тұр. Тайлақты түйе сірә кешке дейін жүре береді, тайлағына келмей. Олар кенді үлкейіп кеткен, есейіп кеткен. Ботал түйелер соған еріп жүре беріп тұр кешке дейін.
кей күндері айдап келмесең түнге қалып қояды. Ертең мына тайлақ түйелер жібергеннен кейін отал түйелер өздері келе береді ғой ауылға жайлап. Мына екі ақ мая әсіресе тайлақ түйелердің қасынан шықпайды. Осылай күнінде таң атпай суға келеді, құдыққа. Суларын ішіп өріске кетеді. Ертең күн ысыған кезде өрістен келгеннен кейін де су ішеді бұлар. Соларға су жібереміз. Екі астауға су жеп қойдым. Екеуінен ішіп жатыр. Таудың астында сиырлар мөңіреп жүр, сиырдың дауысы шығып. Біздің сиырлар ғой деймін. Екі сиыр жүр екен ана бір жерде. Телефон көрінер ме екен қазір. Міне мына екеуі сиыр, екі қап-қара болып тұрған. Қалғандары да сол жерде бар шығар. Бізде таң атпай ұрысып баратыр. Сағат деген 7:43. Түйелерді күзеген жоқпыз. Ертең бұйырса жібергеннен кейін өріске бір 2-3 күн жайылғаннан кейін қол босағасын ауылға келіп қайтадан қамап күзеп жіберу керек болады. Ана 3-4 жас туған түйе ауылдың қасында жайылады, қалғандар кетеді өрісте осы уақытқа. Екеуі кетіп баратыр. Сосын комментарийда тағы бір сұрақ. Үлек пен бураның қандай айырмашылығы бар дейді. Үлек деген бір өркешті болады, бура екі өркешті болады ғой. Өркеш деген соның арқасындағы май. Шошайтып тұрған мысалы мына түйенікімде. Бізде көбісі бір өркешті түйелер. 2-3 қоспақ бар. Қалғандары мая түйелер ғой. Сағат 10-нан кетті. Қойдың алды суға келіп бастады. Ешкілер сірә алдын бастап алдымен келеді. Қойдың арты арзықта келеді. Алдыңғы видеоларда қысырақ не болды, қысырақ алып кетті ма деп пікір қалдырған болатын көрермендер. Қысырақ міне алып жүр. Бірақ 2-3 күнде бір бөлініп тұр. Оның бөлінетін себебі ішінде бір 2 қара байтал бар. 2 жылқыдан бөлініп кете беріп тұр қайта-қайта. Білмеймін неге олай екенін. Бұлай қалғандары бірге жүр. Осындай. Жылқының бәрі бізде таңертеңнен кешке дейін осылай тұрады. Түнгі салқынмен таң атқанша жайылады. Суға келген суға келеді, келмеген өрісте тұрады, кешке келеді. Айғыр міне. Шабдар.
құдықтың қасында тұрып алды. Қойлар мана таңертең 5-тен кете өріп кетті ғой. Содан қазір саат 10-нан кетті, арты келгенше 10:30 болады су ішіп болғанша. Содан 1-2-ге дейін жатады. 2-де өрет бұйырса. Сосын мана алдыңғы видеоның басындағыдай вагонның қасына вагонды қос дейміз, сол қостың қасына барып сол айналада жайлады ғой. Кешке өзі жинақталып вагонның қасына келеді бұйырса. Сол күнде қайталанады енді осылай. Жаз бойы. Күздің тона қазан айының ортасына дейін осылай жалғасады. Арасында бір қой қырқатын кездерде ауылға қамалады да, былай уақыттың барлығында сол қоста болады бұйырса. Қойлар жатады, бірақ ешкілер өріп мына таудың астына қойды. Дәл құдықтың қасы тау ғой мына жағы. Мына жақ. Осы тауға құлап ешкілер жайлады. Оны қой өрген кезде шығарып аламыз. Бір 50-60 ешкі құлап кетеді. Мынаның астында тұт талдар бар, тұт өсетін. Мына жерден көрінер ме екен? Мына талдар жеп жүреді, мына бәрі талдың асты. Тұт ағаштары. Мынау таудың астынан келіп отқан су 240 метрден. Осындай тұтты су, салқын. Бұрын қой суарған кезде қой мынадан осылай келеді де осы жерден құлайды таудың астына. Барлығы таудың астына түседі төменге. Мына жақта құдық бар, ескі құдық, осы жерден су ішетін еді. 12-11-лерде суға келеді, 2-3-ге дейін жатады судың басында. Сосын осылай барады да. Мына жақта қой шығып кететін жол бар, осы жақтан шығып кететін еді дөңге үстіне. Солай күнде солай суаратынбыз. 3-4 жылдан бері суды үстіне шығардық осындай. Мына 32-лік пластик труба осымен келіп отыр құдыққа. Мына жақта кішігірім бау-бақша. Өрік, жүзім талдар мұнда. Онда арасында ешкілер түсіп кету жеп қояды жапырақтарын. Қоршақ қойдық, сонда да кіріп кетеді ішіне бірдеңе, ол есебін тауып. Қойлар әлі келіп жатыр арты. Видео кішкене ұзақтау болып кетті, айып етесіздер. Осымен бүгінгі видео тәмам. Назар салып қарағандарыңызға, тыңдағандарыңызға, лайк басып, пікір қалдырып қолдап жатқандарыңызға үлкен рахмет. Аман сау болыңыздар.